Атсыңдар ма балалар? Қазір қазақ тілі сабағы. Бүгін қазақ тілі сабағынан мазмұндама жазамыз. Мазмұндама жазу дегеніміз тыңдаған мәтіннен түсінгендеріңізді қағаз бетіне жазу. Мазмұндаманың тақырыбы жалқау мысық. Бұл мазмұндамаға мынадай жоспар құрамыз. Кіріспе бөлімі бірінші сүйкімді мысық, негізгі бөлімі 2 ойынға құмарлық, қорытынды бөліміне ұнамсыз қылық деп жазып қоямыз. Ал тіректі сөздер мен сөз тіркестеріндегі сөздерді дәптерлеріңе осы күйінде көшіріп жазбаймыз. Бұл сөз тіркестерін мазмұндама жазу кезінде қолданып сөйлемдер құрап жазасыңдар. Бұл сіздерге тек көмекші құрал ретінде жазып қойып отырмын. Олай болса, дәптерлеріңді ашып, күннің жадын, тақырыбын, жоспарын жазып аламыз. 30 қыркүйек, мазмұндама, жалқау мысық, жоспар, сүйкімді мысық, 2 ойынға құмарлық, 3 ұнамсыз қылық. Дәптерлерімізге жазып алдық па? Енді мен сіздерге жалқау мысық мәтінін 2 рет оқып беремін. Мұқият тыңдап, түсініп отырамыз мазмұнын. Жалқау мысық. Менің бір әдемі мысығым бар. Өзі өте сүйкімді. Оның бізбен тұрғанына 6 жылдай болып қалды. Бұрын алғаш асырап алған кезімізде ол сондай тынымсыз еді. Кішкене доп, оралған жіп көрсе, сонымен ойнайтын. Ал қазір оны орнынан тұрғыза алмайсың. Күндіз де, түнде де пештің түбінде жатып алып, ұйқыдан бас көтермейді. Сөйтіп, менің мысығым жалқау болып кетті. Маған мысығымның осы мінезі ұнамай жүр. Тағы да бір рет оқып берем. Жалқау мысық. Менің бір әдемі мысығым бар. Өзі өте сүйкімді. Оның бізбен тұрғанына 6 жылдай болып қалды. Бұрын алғаш асырап алған кезімізде ол сондай тынымсыз еді. Кішкене доп, оралған жіп көрсе, сонымен ойнайтын. Ал қазір оны орнынан тұрғыза алмайсың. Күндіз де, түнде де пештің түбінде жатып алып, ұйқыдан бас көтермейді. Сөйтіп, менің мысығым жалқау болып кетті. Маған мысығымның осы мінезі ұнамай жүр. Енді балалар, тыңдаған мәтінден түсінгендеріңді жоспардың астына азат жолдан бастап жазасыздар. Жазып болғаннан кейін суретке түсіріп, Окей Едусқа жүктеп жібересіздер. Барлық баланың жұмысы тексеріледі, бағаланады.